Бұл пациентке ақыл тісін сақтауға келмейді, жылу керек деген диагноз қойған. Ал біз пациенттің өтініші бойынша жылынайын деп тұрған тісті емдеп сақтап қалдық. Пациентке мына төменгі оң жақ ақыл тісін изоляция жасай алмаған, осының алдындағы клиника, ол дәрігерге рахмет, мені ұсынып, емдесе осы дәрігер емдейді деп направить еткен маған. Пациентке толық осмотр жасағаннан кейін бірінші КТ снимогын зерттеп қарадық. Ол кезде біз осы 4-8 тістен апикальный периодонтит көрдік, және мына жерде көріп тұрған рентгендегі изменение бұл бізде деструкцияны білдіреді. Шешімі осы воспаляция етіп тұрғанның. Бұл тісте бір мезиальный язычный канал пропущенный болған. Бұл тіс бұрын басқа дәрігермен емделген екен. Ем барысында біздің бірінші задачамыз тістің сау тінін, яғни ферулаға дейін егеп тазалап, изоляция жасап алу. Тефлон арқылы оқшауладық. Мына жердің щечный стенка жағын толықтай тазалап шықтық. Тісті сақтауға көрсеткіш болды. Тістің феруласы қалған екен. Барлық инфицированный денттерді тазалағаннан кейін біз тісті изоляция жасап өсіруді шештік. Одан кейін кафердамымызды кигізіп, тісті дальше нарастили. Мына жерде көріп тұрғанымыз ескі материал, бізге дейінгі дәрігердің емдеген жұмысы. Бұл тіс пациентте 10 жыл бұрын емделген, каналдары бір канал өтілмеген, қалған 2 канал пломбыланған. Жұмыс барысында бізге әрбір каналды дезобтурациясын жасадық, распломбировкасын жасап, ескі материалдан толықтай ажыратып, одан кейін өтілмеген, осыған дейін өте алмаған мезиальный язычный каналды өтіп қойдық. Сөйтіп пациентке 2 аптаға кальций салып, үйіне жібердік. Келесі приемда пациентте ешқандай шағым болмады, сондықтан біз каналдарына толық обтурация жасап, дистальный каналға штифт қойдық. Міне. Пациентті временный коронка қоюға ортопед дәрігерге жолдадық. Пациентімнің қатты ренжіген тісі, бұл тіс ешқандай функциясын выполнять етпейді депті дәрігер. Пациенттің возмущениесі қалай сонда, адамда қалай сонда артық керек емес тіс болуы мүмкін деп деген ренжпен келген болатын. Әрине бұл әйел адам болғандықтан от природы артық тіс жоқ, бірақ қазіргі тамақтардың сапасы жұмсақ болғандықтан біз бұрынғыдай ақыл тіспен шайнап отырмаймыз. Бәлкім осыған дейінгі дәрігер соны жеткізбекші болды. Біз пациенттің тісін емдеп сақтап қалдық. Нәтижесінде пациент әйел адам болғандықтан дальнейшем бетінде де ешқандай өзгеріс болмайды. Егер жылынған жағдайда менің өзімде сондай пациенттер болған, бет пропорциям өзгерді, жағым ішке кіріп тұрды дейтін. Сондықтан егер сізге пациент келіп сақтаймын деп жатса, ауыз қуысында тіс қатарында орналасқан ақыл тіс болатын болса, ішке сыртқа майыспаған, именно тіс қатарында бір рядта орналасқан тіс болса, изоляция жасай алсаңыз, қорықпай емдей беріңіз.